Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 3-ші сабақ дыбыстар мен әріптер. Дыбыстар және әріптер туралы. Дыбыстардың дауысты және дауыссыз болатынын, дауысты дыбыстардың жуан және жіңішке болатынын білетін боламыз осы сабақтан. Және дыбыс түрлерін ажыратуды үйренеміз, дыбыс және әріп тақырыбы арқылы. Бірінші жаттығу: суретке қара, айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт дейді. Қанеки суретке қарап көрейік, суретте қыс мезгілі бейнеленген, және мұз айдынында коньки теуіп жүрген балалар екен, балалардың ойнап коньки теуіп жүрген дыбыстарын ести аламыз, дауыстарын, дыбыстарын. Ар жағында көліктердің дыбыстарын да естуге болады, ұшақ ұшып баратыр, оның да дыбысын ести аламыз. Сонымен қатар құстар отыр екен, құстардың да дыбысын біз естиміз, естуге болады. Және де қыс мезгілінің желдің, боранның дыбысын, сықырлаған аяздың дыбысын естуге болады, қыс мезгілінде. Мінеки біз осы суретке қарай отырып, көптеген дыбыстарды естуге болатынын айта алады екенбіз. Келесі 2-ші жаттығу: мәтінді тыңда, дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі сонымен неде екен? Біз тіл дыбыстары арқылы сөйлеп, өз ойымызды жеткізе алады екенбіз, озат оқушым. Су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып көрейік. Сөз мағынасын түсінеміз бе? Мысалға, су сөзі, дыбыстарының орнын ауыстырсақ, ус деген шығады. Оның мағынасын түсінбейміз, ондай сөздің. Тіл деген сөз, ол жердегі дыбыстардың орнын ауыстырып тастасақ, літ болады, літ деген сөздің мағынасын түсіне алмайды екенбіз, озат оқушым. Мінеки бұл жаттығуды да түсініп, орындап шықтық. Келесі бізде мынада ереже бар, соны есте сақтап алайық. Сөз дыбыстан құралады. Дыбыстарды айтамыз, естиміз. Дыбыстар жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз, жазамыз. Яғни біз екеуін ажыратып алайық, есте сақтап. Дыбыстарды біз естиміз, айтамыз, ал әріптерді көреміз және жазамыз, Осы ережені жақсылап есте сақтап алайық. Келесі 3-ші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз дейді. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл, қала деген сөздер берілген екен, Осы сөздерді дәптеріңе қатесіз жазып ала ғой, көшіріп. Енді осы сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар? Соларды анықтап көрейік. Мысалға, ай сөзін аламыз, Ай сөзінде 2 дыбыс, 2 әріп бар. Мысалға, біз 2 дыбысты естиміз, А және И деген әріп дыбысты. Және осы 2 дыбысты жазамыз. Жазған кезде ол әріп болып жазылады, Оны біз көреміз, А және И әріптері. А әріпі дауысты дыбыс, И әріпі дауыссыз дыбыс екен. Келесі мына бір сөзді анықтап көрейік. Бота сөзі. Бота сөзінде 4 дыбыс және 4 әріп бар, Б, О, Т, А деп айтамыз, әріпті де, дыбыстарды да. Екеуі дауысты дыбыс, екеуі дауыссыз дыбыс екен. Келесі мектеп сөзін алып көрейік. Мектеп сөзінде 6 дыбыс, 6 әріп бар екен. Оның екеуі дауысты дыбыс, 4-еуі дауыссыз дыбыс, Біздер осылай кез келген сөзді алып, ол неден құралған және берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс барын біліп алсақ болады, Біздің бүгінгі тақырыбымызда біз дыбыс және әріптермен таныс болдық, Дыбыстарды естиміз, айтамыз.
ал әріптерді көреміз және жазады екенбіз. Иә, озат оқушым, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа, озат оқушым. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой.